Бір реткі өлім жазасы. Авторы Ғалымбек Елубай. Қамыстан тоқылған төбедегі қарағай бөренелерге іле салған тор көз шырақ сығырайып барып сөніп қалды. Шам жағуға ұмтыла берген ағамды Алдияр етегінен тартты. Керегіне оның терезеден тамыздың тоңғақ айының көгілдір сәулесі дірдектеп төгіліп тұр. Жаздық үйдің ортасында ала сирағы едендегі топыраққа сіңіп кеткен аласа үстел. Үстел бетінде орта табақ қуырдақтың тоңазыған майына дейін жылтырап анық көрінеді. Терезе сыртындағы сәмбі талдың сан өрім саусақтары төрдегі қабырғаны сызғылап ойнап тұр. Мен атамнан қалған ауыр жабағы көрпеге иегімді тығып бұйыға түстім. Ол ұйықтап қалды ма? Ендігі түс көріп жатқан болар. Үйдің ішін арақтың қышқылтым исі мен темекінің қошқыл түтіні кернеп кеткен. Ағам терезені ашты. Алдияр басын құшақтап мүлгіп отыр. Он саусағына қыстырған темекісі ұйысқан бұйра шашының шалғайына ілініп, қоңырсыта бастағанда селк етіп есін жиды. Сендер мені түсінбейсіңдер. Мен түсінем, түпмә түсінесің. Қит етсе болды, қолыңды саптап шыға келетінің жаман. Сен алдымен мынаны айтшы, мен неге үлкен қаладағы әйбат жұмысымды тастап, шекаралық өңірге тентіреп келдім? Мен неге тау-тасты кезіп, қашқан-пысқан қылмыскерлермен ұрдалып алтын шайқаған кезбелерді қуып титықтап жүрмін? Саған бұйырған жұмыс сол болғаны да, мысалы, мен кетпен арқалаған қара сирақ егіншімін. Сен шекаралық өңірдің сақшысың. Тіпті олай емес. Мен бұл жұмысты өзім тілеп алғам. Онда кімге өкпартып отырсың енді? Ешкімге, ешпендеге өкпем жоқ. Тіпті өзіме де. Мен бұл жаққа жан азабынан арылу үшін ғана келдім. Осы кезде пеш иығынан ырғып түскен бала мысық қонақта айналып толғанды. Сүйкене керілді. Алдияр табақтағы еттің бір түйірін алып, оның алдына тастады. Жемін жалғыз асап қайта қылқия қалған мысық қонақтың ашуына тиген секілді. Көзілеспес жылдамдықпен қаруын суырып алып, тілемсек жануардың желкесіне мыжа қойды. Мысық қасқағым сәтте баж етіп сытылып кетті. Анадайға барып, белін кемпір қосақтап иіп, көздері жасыл от шаша айбар шеккен. Тап әкеңдай, қолымды қанатып үлгерді. Бұған сәл қарама, деді ағам. Түз мысығының жұрағаты, үй мысығы секілді, көндім болдым емес. Алдияр қаруын үстел үстіне қойды да қорсылдап жылай бастады. Сол қарғыс атқыр күні мынау жабайы мысық секілді қарсыласып, бетімді тырнап алғаныңда, болмаса жол бойы кінәсіздігіңді айтып, ақталып отырғаныңда ғой, мұндай азап шекпес бедім. Не айтып кеттің тәйірі? Шамасы жатып тынығып алғанымыз жөн шығар, әңгіменің де берекесі кетті. Айтшы сен, өлімге кесілген адамдарды өміріңде бір рет болсын көрген бе едің? Көргем. Қашан? Мектептегі кезімде. Бәрімізді қалалық соттың алдына жинап алып, 7 адамның жария үкімін оқыған. Сосын жетеуін төбесі ашық машинамен қаланы бір айналдырып, масқаралап шығып, тау бөктеріне апарып атып тастаған. Қылмыскерлердің көзі есіңде ме? Кейбіреуі ғана. Айтшы, көздері қандай еді? Аса бір өкініп, опынып тұрған көзқарас емес. Иә рас, біреу тіпті жолай кезіккен сұлу қыз қырқынға, егер менің соңғы қалауым шынымен орындалатын болса, сенімен қойындасар едім деп айғайлаған. Иә, соңғы тілегіне бір құмыра арақ, бір табақ ет сұрап жейтіндері, басын құшақтап жылайтындары, бұтына жіберіп қоятындары да кездеседі. Ал менің атқан адамым оларға мүлде ұқсамайды. Менің жүрегім су ете қалды. Біздің жаздық үйіміздің төрінде жаңа ғана егіліп төгіліп отырған жасық бұйрабас жігіттің орнында қатыгез үкім атқарушы баскесер жендет отырған еді. Ағам арқасын тамға жастап Алдиярға қарап қалыпты. Қытайдың жаңа жыл мерекесі шаған кезі. Ішкі күштер бөліміндегі көп санды адамдар мерекелік демалысқа кеткен. Бөлім басшысы шақырып алды.
Жас болса да тік мінезді, ділі қатты адам еді. Солайды солай өлім жазасын атқару керек. Бұл міндетті атқаруға тиіс адам нақты себептермен жұмыста жоқ. Сондықтан осы шартқа сен ғана лайықтысың, бас тартуға мүмкіндігің жоқ. Мәссаған безгелдек, буынсыз жерден пышақтаған екен ғой. Бұлталақтап көрдім, бұрылтпады. Оның үстіне ар жағында бір дауыс, көрсеңші тәуекел, осы сылтаумен бір саты ілгерілеуіңе септігі тиіп қалар шаруа дейтін сияқты. Беткен жұмысың лағнет, тап солай, сол күнді қарқысатсын. Бұйрабас жігіт шашын уыстап шеңбектеді. Менің басымдағы аласапыран ой, 3 аяқты мотоциклге шашын сан бұрымда көрген 18 жасар қызды мінгізгенде басталды. Үстінде қызғылт тұтқын киімі, көз шарасы тостағандай, ағы ақ, қарасы қара, кірпігі жаңа туған бұзаудың кірпігіндей ұзын. Қыз де не күнәсі бар екен, оққа байланардай, қылмыстың жынысы болмайды екен ғой. Сен өзің көргенде бұлай демесең, кісі көзі өлімге қимастай сұлу болғаны да жоқ, тіпті күнәсіз көрінеді. Сұлу ғана емес, сондай суық, жон арқа мұздап келеді. Дала сақырлаған сараяз, ауаның өзі қылаудай сынып жерге төгіліп жатқандай. Қыз да қасымда бірге еріп келе жатқан солдаттардың жүзіндей суық. Қабая, мен оған сол кезде жалғыз жақсылық жасай алмадым. Мылтықтың ұңғысындағы оқты шығарып қызға бердім. Шашыңа үйкеп отыр деп тапсырдым. Ол неге керек? Оқ жеңіл өтеді. Шыққан жерін қопарып, жұлып кетпеуге керек. Жаны қиналмай өлуге себі тиер дегем. Ондай сұмдықты естімеген екем өмірімде. Қыз не істеді? Үндеген жоқ. Тіпті мұның себебін де сұраған жоқ. Өзінің ажалын мәпелеп отырды. Сенесің бе? Кісендеулі қолымен кеудесіне төгілген бұрымын оққа ширата жайбырақат отыр. Тіпті жайбырақат емес, мынау дүниеге әуесі өлген, жүрегі өлеттеген суық сұлулық дегейсің. Жанары алыс көкжиекке сіңіп кеткен қиша тағы. Сұмдығай, сонымен үкім атқарылатын жерге де жеттік. Алдын ала қазылып қойған ор, біршама халық жиналыпты, шамасы туғандары болса керек. Топ ішінен өң әлпеті қызға ұқсаңқырап қалатын жасамыс әйел шығып, қыздың аузына бір үзім нан салды. Қыз оның бетіне назар аударып та қараған жоқ. Сонымен оның не кінәсі бар болып шықты? Ана әйелің кім? Тұра тұршы, жаналқынға салмай. Қыздың арқасын түрей бергенде денесі дірілдеп кеткендей болды. Бұл аяздан гөрі бөтен еркектің суық қолынан сескенгені шығар деп ойладым. Алдымда қырғидан қашып бұта қорғалаған торғайдай бір шөкім құс отырды. Енді сәл ғана кідіргенімде өкіріп жылайтыным болмаса, еш екіленбей мылтықтың ұңғысын өз аузыма тығарым анық еді. Үлгеріп қалдым. Алдын ала сызылып қойған қызыл шеңберді көздеп шүріппені басып қалдым. Шалғында баспалап келіп бейғам құсты атып салғандай ғана көрініс. Бәрі тұманды түс сияқты бұлдырап кетті. Қыз алдыға ірке ұмсынып барып құлап түсті. Заң дәрігері келіп өлімін растап жатты. Біреуі барып ақы иесінен оқтың ақшасын алды. Манағы әйел қыздың анасы екен. Осындай көкірегі кепкен ананы көргенім алғаш. Көзінде тамшы жас жоқ. Қыз өзінің өгей әкесін тігін қайшысымен жапырақтап турап тастаған. Ең қызығы, барлық құжаттама да себебін айтып ақталмаған. Осы кезде жарқ етіп шырақ жанды. Алдияр отырған орыннан домалап түсіп қор ете қалды. Қолыңды жазықсыз қанға малған біреу екенсің ғой деп күбірлеген ағам оны сүйемелдеп жатар орынға жайғастырды. Терезе алдындағы сәмбі талдың сан өрім бұтағы желмен желігіп кеткендей. Терезені осқылап тұр. Алтайы тамыздың суық, сұлық айы көкшолан бұлтқа жасырынды. Ал мен өмірімнің ақырына дейін санама серік болатын осы бір суреттің алдында Алдиярмен қатар жүрелеп отыр едім.